Осы қазақша ой өрнегі бар киімдерді киіп жүргеніме 1-2 жылдың көлемі болды. Студент атанғалы көп іздедім, базарларға бардық, тіпті киім дүкендерінде көрдік. Осы Алматыдағы негізі ұлттық киімдерді бір арнаулы ғана Еркенұр сияқты былай дүкендерде ғана сатпаса, көп жерлерде кездесе бермейді. Ал ол дүкендердегі киімдердің бағасын біз сияқты студенттерге былай қалтасы көтермейді. Арнайы заказ беріп тіктірту керек. Өзім қатты киім келгендіктен, анам киім тігетін болғандықтан сондай киім тігіп берді. Содан бастап етегінде немесе жеңінде, жиек жағында сондай оюлары бар қазақша киімдерді киіп жүрмін. Сумкаға да ою өрнектер салып беруді сол анам айтқан болады. Қыз болғаннан кейін моншақ, қазақи үлгідегі сырғалар, білезіктер сонымен қосып тағып жүремін. Қазақша ою өрнегі бар киімдердің ұнайтын бір себебі менің анамнан дарыған шығар деп ойлаймын. Өйткені анам жастайынан кесте тігумен, тоқымамен, кестелі сурет салумен, сырмақ тоқумен айналысады. Ол біздің санамызға сіңіп қалған қазақи тәрбие деп ойлаймын. Өзінің бос уақытын босқа жібергісі келмейді. Хобби дейді ғой енді. Қазіргі кезде олар енді қыздардың көбісі қызықпайды деп ойлаймын. Кәдімгі жұмыртқалардың сыртына ой өрнек салып, шыршаларға ілгенге Қытайдың ойыншықтарынан қарағанда сондай қазақи ойыншықтарды жақсы көреді. Анамның өнері дейді ма, қасиеті дейді ма, бүркіт, құс атаулы мысалы қаз болсын, үйректі біреу атып алғанда, оны мамам сатып алған. Сасып жатқанша алғаш соны істеген, өзі кептіріп, сосын арасына тұз қосып, мақта қосып, сөйтіп істеген. Бір картинаны тек қана қағаздан жасасын, күріштен, қарақұмықтан, тарыдан жасайды. Сол жіптің бәрін базардан сатып алмай, тек өзі иірген жіптермен ғана тоқып шығады.